Каналыңа страйк келген кез болды ма? Қызды ұрған кезің болды ма? Так, жігіттер, мен сіздерге мақтанайын деп отқан жоқпын. Енді өзімнің соткамда мен деген ұрып шақпаймын. Өміріңде бір рет болсын YouTube каналыңа или видеоға накрутка жасап көрдің бе? Күнде болады ондай. Әрбір видео түсірген кезде жағаласатын адам табылады. Мен бір қызға сөз салдым. Көптен бері болды болмады деген рубрика шыққан жоқ. Да, причем көптеген сұрақтарға жауап берген жоқпын мен. Но сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видео сендер көп күткен видео, или сендер даже күтпегенсіздер, просто неожиданно болып қалды сендерге. В общем, бүгінгі видео болды болмады деген видео. Сондықтан лайк басып каналға тіркелеміз достар. Енді сендердің алдарында топовый комментарийларды мен де күнде оқимын достар, күнде оқимын, күнде күлемін. Егер сен осы топовый комментарийдің арасында болғың келсе, осы видеоның астына мықты, күлкілі, күшті, әдемі комментарий қалдырып кет. Ал мен соны келесі видеоға қоямын. Ал жақсы, бастайық. Каналыңа страйк келген кез болды ма? Менің каналыма страйк келген жоқ. Тек қана авторское правоға за нарушение авторских прав предупреждение келді. А так страйк келген жоқ. Келесі, бір қыздың қасында позор болған кезің болды ма? Және қалай? Так, позор болды, бірақ есімде жоқ. Видео түсірмей жағылып кеткен кезің болды ма? Енді болып тұрады, енді әрбір ютуберлерде сондай болады. Бірақ осы жылы енді болмайды менде ондай зат. Мен тапи етемін достар. Күнде түсіруге тырысамын. Идея келмей жатса ұрам басымды кәдімгі. Соткамда жынданып шаққан кезің болды ма? Енді өзімнің соткамда мен деген ұрып шақпаймын, інілерімдікін шақтым. Білмеймін, ол кезде жыным келіп тұр. Кәдімгідей үй жинастырмаған, айтқан тыңдамаған, сондықтан олар Shadow Fight ойнап отыр еді. Мен деген алдымда бүйтіп лақтырып жүрмін, сынып қалды экран. Мен содан кейін жаман. Бүкіл адамның көзінше позор болған кезің болды ма? Болды. Бірақ әлде есімде жоқ. Қалай позор болғанын. Бірақ болды, бірақ есімде жоқ. Жұмыс істеп, бықсып, телеп жуынуға ерінген кезің болды ма? Болған жоқ. Мен постоянно жуынам, мен бар ғой. Телеп кетем басыра жуынам бар. Аты дискомфортно маған. Мектепте апай сабаққа тұр деген кезде тұрып жатып потыңа жіберіп қойған кезің болды ма? Жоқ. Бірақ болуға жазады. Қызды ұрған кезің болды ма? Так, жігіттер, мен сендерге мақтанайын деп отқан жоқпын. Істемеңдер, қыздарды ұрмаңдар ешқашан. Бірақ болды, қызды ұрдым мен. Ол кезде садик балабақша, кішкентаймыз ғой, тупоймыз ғой, ол кезде ұрдым я. Тиктокты ютубтан жоғары қойған кезің болды ма? Болмады, ни при каких обстоятельств тикток ютубтан жоғары емес. Қазір тиктокерлер хейтер течіп жүреді ол мені комментарияда. Ну давайте, күтіп тұрмын, жаза беремін. Автобуста ұйықтап қалған кезің болды ма? Конечно, болды. И причем өзімнің остановкамды өткізіп жібердім. Ұйықтап қалдым кәдімгідей. Адамға құсып қойған кезің болды ма? Адамға құсып қойған кезім болды. Ол да автобуста болды. Ё-моё, позор. Сонда позорға жатқызуға болады шығар. В общем, автобус енді түкс дейді ғой, енді тұрып тұрмын автобуста бүйтіп, жүрегім айнып бастайды, головокружение, прям жүрек айну, сондай болады да автобуста. 10 или 11, білмеймін, 4-ші классым сол кезде. И жүрегім айнап, шыдамай, бір апай, орыс апайдың көйлегіне қысып қойдым. Позорды айтшы, ё-моё. Ана апай шүкір айқайлаған жоқ маған, сабырлы. Бірдеңе деп отырды ана. Бүйтіп сүртіп отырды өз көйлегін. Ё-моё. Келесі. Көшеде келе жатырып боқ басып кеткен кезің болды ма? Менің мамам айтушы еді, боқ бассаң байлыққа келеді деп. Бірақ мен ондай заттарға сенбеймін бар ғой. Боқ басқан бұл боқ бассын. Аяғын сасып отыр, новый кроссовкілерім бітіп шығып дейді. Мектепте жылаған кез болды ма? Болмады. Бұрынғы каналда лямға жеткізгім келді ме? Ондай мақсат болған жоқ жалпы. Бірақ осы каналға енді болады шығар ондай мақсат, сондай. Осы каналға мақсатым енді менің жазғы мақсатым жазға дейін 50 000 подписчик қылу осы каналда. Так что маған көмектесіңіздер достар, мен сендерге контент жасап тұрмын, ал сендер маған тіркеліп лайк басасыңдар, активный боласыңдар. Балалар саған балақай деп аттаған кез болды ма? Чего? Мені Нұрболат деп атайды, Нұрбол Нурик деп атайды. Түсінде болған шын өмірге айналып кеткен болды ма? Болды, көп рет болады сондай заттар. Вещественный дей ма? Сондай болды. Міне қызық сұрақ. Туалетте шығып отқан кезде бумага болмай қалғаны болды ма? Сосын не істедің дейді. Туалетте барлық шаруамды істеп болғаннан кейін бумага болмай қалды. Короче, інілермен бақырдым, бумага келгішті. И все. Бір қызға сөз салған кезің болды ма? Болды. И болды, кезгіш. Совет вам. Өздеріңді дамытыңдар. Не бегайте за девушками. Өздеріңді дамытыңдар. И вы найдете то единственное. Мен бір қызға сөз салдым. И білесіздер ме, она меня отшила, короче. Бір затты ұстап тұрып, бірақ басқа жерден іздеген кезің болды ма? Пульт. Мен пульт іздедім, бірақ пультім қолымда болды. Каналға ауыстырып едім, пультім оказывается қолымда екен. Бір жерден ақша ұтылған кезің болды ма? Казино тағы басқа. Жоқ, казино азарттық ойындарға жақындамаймын. 1xbet ондай заттарға жақындамаймын.
кандай жактасын эле. Кумар оюндар жаман. Дүкенде яларында ұмытып потуна сиген кезиң болды ма? Енді сиген кезде білмеймін, мен сиген жоқпын, вроде бірақ ұмыттым. Сол кезде мамадан қайтадан сұрадым, не алу керек деп. И потом сенің дүкеннен зат ұрлаған кезің болды ма? Так, тағы да айтайын. Мен сендерге ұрлаңдар деп пропагандирую дейтін деп жатқан жоқпын. Ұрламаңдар ешқашан, ол күнә. Бұның бәрі қылмыс болмайды. Болды, иә, кішкентай кезімде мен ойыншық ұрладым дүкеннен. Болады ғой садақ. Соны ұрладым. Саған боқтаса ұрып жүрген кезің болды ма? Жоқ, болған жоқ вроде. Нұрболат, сенің достарың саған пранк жасаған кезде болды ма? Вроде жоқ. Өйткені біледі ғой, кіммен ойнап жатқанымды. Ботпен ойнап отыр ғой. Пранк жасаса, мен двойной пранк жасаймын ғой, біледі ғой олар. Ұнайтын қыздың көзінше позор болған кез болды ма? Болды. Позор енді талай рет болды бізде. Тақырбас болған кез болды ма? Теперь вы видели все. Өміріңде бір рет болсын YouTube каналыңа или видеоңа накрутка жасап көрдің бе? Жоқ, накрутка деген жаман. По-любому пайда әкелмейді сендерге достар. Мен өзім біліп тұрмын, накрутка жаман екен. Негізі ойда болды накрутка жасайын екен деп. Бірақ жасаған жоқпын. Өйткені білем, ол живой подписчик емес, сіздің лайк баспайды, бұл просто цифра. И все. Видео түсірейін деп жатқанда біреу жағаласатын кез болды ма? Күнде болады ондай. Әрбір видео түсірген кезде жағаласатын адам табылады. Хоть телефон соқсын, хоть сен қасына тұрсын, хоть мазаласын дейді, бақырсын саған. Күнде болады сондай. Осымен бітті достар. Енді білесіздер ғой, мен көп сұрақтарды сыйғыза алмаймын. Так что маған хейт етпеңдерші комментарияда. Менің сұрағым жоқ. Мияқта 400 миллион сұрақтар мияқта вообще. Барлығын бір видеоға сыйғыздыра алмаймын. Бөлім деп шығарам. Так что достар, солай. Осымен бітті. Болды болмады деген рубрика деп видео. Егер осы видео сендерге ұнаса, лайк басыңдар, каналға тіркелеміз достар. Осы видео сендерге ұнау керек еді. Барлығына рахмет. До конца қарағандарыңызға видеоны. Пока-пока, чао.